Жылдар бойы өзінің ғажайып сұлулығына талай жанды тамсандырған Өгем өзенінің табиғаты мен әсемдігін сіздерге аздап болса да ұсынамыз, достар. Кеттік. Өгем өзені Қазақстанның Түркістан облысындағы Қазығұрт ауданында орналасқан. Сарапханадан Өгем өзеніне дейінгі аралық 66 километрді құрайды. Өгем өзеніне жету үшін 2 сағаттай жол жүруге тура келді. Шығуымыз үшін бізге дәл осылай жол таңдамас автокөліктер керек болады. Өгем аңғары экотуризмді дамыту үшін қолайлы орын болып табылады. Мұнда туристерге арналған қонақ үйлер, демалыс орындары, бақылау бекеттері бар. Ассалаумағалейкум, миямғағылы ағайындар. Мынау бүгін 20 мамыр 2025 жылы мынау миямғағылы шежіресін дайындық үстінде жүрміз. Мені бүгінгі нәсіп қылған екен. Осы миямғағылы шежіресін дайындайтын азаматтарымыздың барлығы осы жерде. Мені бүгін келген жеріміз Өгем өзені. Өгем өзені біздің миямғағылының жері. Мынау сол жағымыздағы Қырғызстан елі, мына жағында оң жағымыздағы жер Өзбекстан елі, Бостандық ауданы. Соның ортасында әзір біздің Өгем өзеніміз ағып жатыр. Ол Өгем өзені шыршыққа құйылады. Мына жерде біздің ата-бабаларымыз осы жерде өмір сүрген. Осы ата-бабаларымыздың басына Құран оқуға осы жерге келіп, Құран бағыштауға ниет білдіріп отырмыз. Әзірге келіп шығып тұрған шыңымыз мынау теңіз, Балтық теңізінен 2000 метр биіктікте тұрмыз. Келіп атқан жаңа Өгем өзені бұл біздің жаздық жайлауымыз болған. Ата-бабаларымыз малдарын жайып осы жерде күн көріскен. Ал, құрметті бауырлар, былтыр бастаған едік, Құда қаласа миямғағылының шежіресін жазамыз деп. Соған мына бүгін несібе бұйырып, мына Өгемнің басына келіп отырмыз. Бұл жерде біздің миямғағылының ата-бабаларымыз жазда жайлау өтіп, сол жерде жасаған жер екен. Соған Құдай қаласа бүгін Құран бағыштап, соларды еске алып, әрі мына сұлу табиғатты көріп кетпекшіміз. Жаңағы мынау тіллабай айтқандай қазақтың кең даласы, мына жақта Қырғызстан деп отыр. Мынауымыз жаңағы Бостандық ауданы, алдыңғы оңтүстік Қазақстан облысы болған. Мынау қалғаны өзіміздің Қазақстанның жері. Қандай бір тамаша жер. Енді бұның бәрін істеп жатқанымыз, Құдай қаласа мына келе жатқан ұрпаққа бір үлгі болып қалсын. Солар біздің
жайғасқан жерімізді, ата бабалардың тұрған жерлерін, жасаған жерлерін біліп көргені жақсы деп әдейілеп келіп көріп, соларға Құран бағыштап кетеміз деген жағдайдамыз. Құдай қаласа кітабымыз шежіре оған бәрі атсалысып жатыр. Атсалысқандардың бәріне алғысымыз шексіз. Тау беткейлерімен тағы да жол жүріп, алдымыздан аңызға айналған қырқыз тау мүсіндеріне кез келдік. Қырқыз тау жоталарынан ары қарай Өгем өзеніне қарай жол алдық. Өгем өзенінің жағалауында орналасқан кішігірім ауылға көзіміз түседі. Бұл ауылда ежелден Миям қаңлы ағайын бауырларымыз өмір сүріп келуде. Өгем өзені Түркістан облысының Қазығұрт ауданындағы табиғаты көркем әрі экологиялық маңызы зор өзендердің бірі болып саналады. Өгем өзені Өзбекстан Республикасының Шыршық өзеніне құяды. Осылайша ол трансшекаралық өзен болып табылады. Өзенде форель, маринка балықтары тіршілік етеді. Адам баласы дүние есігін ашқан сәттен
көркіне көзі тоймас, әсем табиғатқа сүйсіне көз тастайды. Көгілдір аспан, жап-жасыл ағаштар, мөлдір таза тұнық су, ағып жатқан бұлақтың сылдыры, айналада болып жатқан құбылыстар, әлемге нұрын шашқан күн естіп көріп ерекше күйге түседі. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min şerril vesvasi hannas, allazi vasisu fi sudurin nas, minnal cinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Amin. Amin. Tilavatта Құран сауат айман. Осы оқылған Құран сүрелерінен хасыл болған сауаттарды әуелі адам ата Хауа анамызға 124 пайғамбарларымызға ең соңғы сүйікті пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассаламнан радия достарының сахабалардың отбасыларына және әлемнен өткен қаңлы ата бабаларымыздың, келдібек аталарымыздың, миям аталарымыздың және де осы жерде қол жайып отқан қауымның әлемнен өткен ата бабаларымызға, апа әжелерімізге,
туған туыс бауырларымызға барша дәметкен рухтарға бағыштады. Аллахым мына бастаған ісімізді алға бастырып, Аллахым қайырлы қылып бітіріп, елге жұртқа таратылып, бұдан жаңағы оқып, немере, шөбере, шөпшектеріміз көріп, өріп, өсіп, көбейе берейік. Аманшылық, тыныштық болсын. Алладан қандай да жақсы дұға тілегіміз болса, Аллахым өзінің дәргайында қабыл етсін. Раббана атина фи дуния хасаната, фил ахирати хасаната, ва қина азабаннар би рахматикум. Ниеттер қабыл болсын. Суға салып осымен бүгінгі сапарымыз өз соңына жетті. Құрметті достар, видеоға лайк басып, өз пікіріңізді жазып қалдырыңыздар.